Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Назерке. Бүгін өте ерекше тағам хычиныйдың рецептісімен бөлісетін боламын. Дәмін сөзбен айтып жеткізуге келмейді. Өте жұмсақ, ерекше, дәмді, тойымды картоппен жасалатын тағам түрі. Қамыры өте тез дайындалады. Су, тұз және ұн қосып, араластырып біркелкі қамыр илейміз. Оны 30 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін оны 130 немесе 140 граммнан бөліп аламыз. Менде 12 штук шықты. Мен салмасына картопты езіп салдым. Егер қаласаңыз, сиырмен де жасауға болады. Қамырымызды дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Оны үлкендеу етіп жайып шығамыз. Жайып болған соң ішіне салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп өреміз. Барлық қамырға салмасын салып, дәл осылай жасап дайындап қоямыз. Салмасын салып болғаннан кейін кішкене ұн себе отырып, қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Оны қызып тұрған табада екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Табада тұрған жерінен піскен бетіне сары май жағып шығамыз. Сары майымыз салқын болуы тиіс. Сонда ол әдемі жағылады. Табадан түсіргенде келесі бетіне де сары майды жағуды ұмытпаймыз. Осымен біздің өте дәмді тағамымыз дайын болды. Жеп көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын.